Баршаңызға сәлем. Бүгінгі менің видеома қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге грейпфруттың пайдасы туралы айтатын боламын. Ендеше видео басталмас бұрын лайк басып, менің арнама әлі де тіркелмесең, тезірек тіркелуді ұмытпа. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Грейпфрут цитрусты жеміс. Ол апельсин мен помелоның тоғысынан пайда болған. Грейпфрут ағашының ұзындығы 12 метрге дейін жетеді, ал жемістің салмағы 500 грамм. Грейпфрут құнарлығы төмен және диеталық өнім. Оның 100 граммда бар болғаны 32 кал бар. Консервіленген грейпфруттың құнарлығы 37 кал, ал грейпфрут шырынында 100 граммға 30 кал. Грейпфрут мәйегінің құрамында көптеген пайдалы заттар бар. Олардың ішінде А, Р, С, Д, В1, В2, В9 дәрумендері. Онымен қоса калий, магний, кальций, фосфор, натрий, йод, железо, кобальт, мед, марганец, цинк, фтор минералдары, жасұнық, антиоксиданттар бар. Грейпфрут артық салмақпен күресетін диеталық азық болып саналады. Бұл оның құрамында холестеринді ыдырататын және шығаратын зат айналымын жылдамдататын және қант деңгейін азайтатын заттардың болуымен байланысты. Құрамдағы дәрумендер иммундық жүйені нығайтады. Грейпфруттың эфир майы тыныштандыратын және демалдыратын қасиетке ие. Сонымен бірге грейпфруттың құрамындағы заттар ұйқыны реттейді, жүйке жүйесінің жұмысына оң әсерін тигізеді, бас ауруын азайтады. Грейпфруттың шырыны өте пайдалы. Оның құрамында көптеген дәрумендер мен минералдар бар. Грейпфрут алма немесе апельсин сияқты танымал жеміс емес, бірақ ол өзінің ерекше қасиеттеріне байланысты көп адамға ұнайды. Бұл ащы тәтті жемістер антиоксидантты. Олардың адам ағзасына тигізер пайдасы көп. Енді оның зиянына тоқталатын болсақ, асқазанында қышқыл құрамы басым келетін адамдарға, сонымен қатар қан қысымын азайтатын дәрілермен қатар қабылдауға болмайды. Егер бүйрегіңіз ауыратын болса, бұл жемісті жеуге болмайды. Сонымен қатар грейпфрутты үнемі жесеңіз, тіс эмалі бұзылады. Осымен біздің видео аяқталды. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, менің арнама әлі де тіркелмесең, тезірек тіркелуді ұмытпа. Ендеше келесі видеода жолыққанша.